Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді табада осындай жұмсақ, нәзік печеньелар дайындайтын боламыз. Балаларыңыздың көңілінен шығады, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне 5-6 ас қасықтай қаймағымызды саламыз. Мендегі 20% дүкеннің қаймағы. Содан соң үстіне 3-4 ас қасықтай қантымызды саламыз. Тәттірек болсын десеңіз, көбірек салсаңыз болады. 2 ас қасықтай күнбағыс майымызды құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Осы массаның үстіне өзгеше дәм болу үшін ванилинімізді саламыз. Үстіне 250 грамм ұнымызды біртіндеп саламыз. Содан соң үстіне 1 шай қасықтай ас содасын салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді қамырымызды ысып, үстіне неше түрлі фигуркаларымызды алып, печенье түрін жасайтын боламыз. Енді табамызды қыздырып, осы печеньеларымызды саламыз да, әрбір жағын 2-3 минуттай пісіретін боламыз. Қақпағын міндетті түрде жабамыз. Печеньелар өте тез піседі. Жасап көріңіздер, табиғи, ешқандай қоспасыз, химиялық. Балаларыңызға, отбасыңызға дайындап көріңіз. Егер ұнаса, каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар. Ас болсын.